Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сыныптың 114-ші сабағы. Бүгінгі сабақта разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін өтетін боласыңдар. Бірінші есепте кесте бойынша сұрақтарға жауап бер. Тоқтар Әубәкіров пен Айдын Айымбетовтің сағатпен өлшеудегі ұшу ұзақтығы қандай? Талғат Мұсабаевтың тәулікпен өлшегендегі жалпы ұшу ұзақтығы қандай? Бірінші, Тоқтар Әубәкіров 7 тәулік 22 сағат, яғни 190 сағат. Айдын Айымбетов 9 тәулік 20 сағат, 236 сағат. Талғат Мұсабаев 125 тәулік 22 сағат, 3022 сағат. 207 тәулік 112 сағат, 4980 сағат. 7 тәулік 22 сағат, 190 сағат. Шешуі 3022 қосу 4980 қосу 190 тең 8192 сағат. Сонда 3341 тәулік 8 сағат. Жауабы: Тоқтар Әубәкіровтің ұшу ұзақтығы 190 сағат, Айдын Айымбетовтің ұшу ұзақтығы 236 сағат, Талғат Мұсабаевтың тәулікпен өлшегендегі жалпы ұшу ұзақтығы 341 тәулік 8 сағат. Екінші, өрнекті баған түрінде жаз және есепте. 14 пен 5-тің көбейтіндісі 70, 70-тің 5-ке бөліндісі 14, 18 пен 4-тің көбейтіндісі 72, 72 мен 4-тің бөліндісі 18, 64 пен 4-тің бөліндісі 16, 16-ны 4-ке көбейтсек 64, 75 пен 5-тің бөліндісі 15, 15 пен 5-тің көбейтіндісі 75, 24 пен 4-тің көбейтіндісі 96, 96-ның 4-ке бөліндісі 24, 26 мен 3-тің көбейтіндісі 78, 78 пен 3-тің көбейтіндісі бөліндісі 26, 96 мен 6-ның бөліндісі 16, 16 мен 6-ның көбейтіндісі 96, 96 мен 8-дің бөліндісі 12, 12 мен 8-дің көбейтіндісі 96. Үшінші есепте дұрыстығын тексер. 14 сантиметрді 3-ке көбейтсек 42 сантиметр, 42 сантиметрді 3-ке бөлсек 14 сантиметр, 220 килограмм мен 4-ке көбейтсек 888 килограмм, 888 килограммды 4-ке бөлсек 222 килограмм. 82-ні 2-ке бөлсек 41 грамм, 41 граммды 2-ге көбейтсек 82 грамм. 72 миллиметрді 3-ке бөлсек 24 миллиметр, 24 миллиметрді 3-ке көбейтетін болсақ 72 миллиметр. 12 килограмм көбейту 5, 60 килограмм, 60 килограммды 5-ке бөлеміз 12 килограмм. 433 метрді 2-ке көбейтсек 866 метр, 866-ны 2-ге бөлсек 433 метр. Төртінші есеп, теңдеулерді шеш. X бөлу 9 тең 45 азайту жақша ішінде 16 мен 12-нің қосындысы. Енді біз күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып аламыз. Ол үшін X бөлу 9 тең жазып аламыз. Жақша үшін орындаймыз. 18 мен 12-нің қосындысы 30, 45-тен 30-ды азайтатын болсақ 15 қалады. Енді бізде жай теңдеу пайда болды. Енді белгісіз санды табу үшін 15 пен 9-ды көбейтеміз 135. 135 пен 9-дың бөліндісі 15, ал енді 18 пен 12-нің қосындысы 30, 45-тен 30-ды азайтсақ 15. Біздің теңдеуіміз тең шықты. Екінші теңдеу 7 көбейту y тең 100 азайту 9. Бұны да ықшамдап қарапайым теңдеуге айналдырамыз. 100-ден 9-ды алсақ 91, сонда бізде жай теңдеу пайда болды. Белгісіз санды табу үшін 91 мен 7-ні бөлеміз. 13 шығады. 7 мен 13-дің көбейтіндісі 91, 100 пен 9-дың айырмасы 91. Үшінші, x қосу 40 тең 24 көбейту 3. 24 пен 3-ті көбейтеміз 72 болады.
Сонда жай теңдеу пайда болды бізден. 72 мен 40-ты азайтсақ, 32 қосу 40, 72, 24 пен 3-тің көбейтіндісі 72. Біздің теңдеуіміз дұрыс орындалды. 5-ші есеп. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепке. 13-ті 6-ға көбейтеміз 78, 23-ті 4-ке көбейтеміз 92, 96-ны 2-ке бөлеміз 48, 27-ні 3-ке көбейтеміз 81, 14-ті 4-ке көбейтеміз 56, 85 пен 5-тің бөліндісі 17, 1000-нан 479-ды азайтамыз 521, 800 бен 302-ні азайтамыз 498, 801-ден 369-дың айырмасы 432, 385 пен 96-ның қосындысы 481, 464 пен 18-дің қосындысы 482, 504 пен 98-дің айырмасы 406. 6-шы асында қорапта болды қызыл бөлшектер, көк бөлшектер, жасыл бөлшектер тіркестерін пайдалана отырып, сызба бойынша есеп құрастыр. Бізде 25 қосу 39 қосу 27, 44 алынды, белгісіз белгілері бар. Болды 24 қызыл бөлшек, 39 көк бөлшек, 27 жасыл бөлшек алынды, 44 бөлшек, қалғаны белгісіз. 25 пен 39 қосып, оған 27-ні қосқанда барлығы 91 бөлшек болады. Ал 91-ден 44-ті азайтсақ 47 бөлшек. Сонда қорапта 47 бөлшек қалды. Әсінде сандық деректермен сұрағын өзгертіп, жаңа есептер құрастыр дейді. Болды 23 қызыл бөлшек, 40 көк бөлшек, 30 жасыл бөлшек алынғаны белгісіз, қалғаны 25 бөлшек. 23 пен 40-тың қосындысына 30-ды қоссақ 93 бөлшек болады барлығы. 93-тен 25 бөлшекті алатын болсақ 68. Қорапта сонда 68 бөлшек алынды. 7-ші есеп. Бос орындарды толтыр. 215 сантиметрді метр сантиметрге айналдыруымыз қажет. Сонда 215 сантиметріміз 2 метр 15 сантиметр болады. 5 метр 90 сантиметрді сантиметрге өрнектеуіміз қажет. Бұл 590 сантиметр болады. 7 метр 1 дециметріміз 75 дециметр. 20 сантиметріміз 200 миллиметр. 240 минутымыз 4 сағат. 4 сантиметр 2 миллиметріміз 42 миллиметр. 8 ұзындықтары 15 миллиметр, 4 сантиметр 1 миллиметр, 29 миллиметр, 62 миллиметр болатын кесінділер сыз. Ең қысқа кесінді, ең ұзын кесіндіден қаншалықты қысқа екендігін анықта. Біз сызып алдық. АВ ең қысқа кесінді 15 миллиметр, HS ең ұзын кесінді 62 миллиметр, 62-ден 15-ді азайтамыз 47 миллиметр қысқа. Жауабы ең қысқа кесінді ұзын кесіндіден 47 миллиметрге қысқа. 9-шы есеп. Теңдіктер тура болатындай тиісті жерге жақшалар қой. Асында 9 көбейту 8 қосу 12 бөлу жақша ішінде 4 пен 2-нің қосындысы 74. Әсінде 9 жақшашамыз 9 көбейту 8 қосу 12, жақша сыртында 4-ке бөліп, оны 2-ке қос. Оған 2-ні қосамыз, мәні 23. Басында 9 көбейту 8, 9 көбейту жақшасында 8 мен 12-нің қосындысын бөлу 4 қосу 2-нің мәні 47 болады. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.